Саламатсыздар ма, құрметті біздің ардагер ұстаздар, қош келіпсіздер. Бұл біздің телестудия, мектебіміздің заманауи қазіргі үлгіде тек мектеп болғанын білесіздер. Сара Қонақбайқызы, сіздің әдемі ғибратты жолдарыңызбен бізге үлгіңізді, нұрын сеуіп жүрген кішкене ғана үйдегі немерелеріңізден көріп отырмыз. Зерделеп өнегені бала жастан ұстаз болып жаралған әуелі қыстан. Жылы жүрек, жүзінде мейірім шуақ, ғибратты ұстаздан, ұлы дастан демекші, сізге арналғандай осы өлең жолдары. Сізге мына бір сұрақты қойғым келеді. Қазір енді тәрбие ең басты, ең қатар жүрген тәрбие ғой. Сол тәрбиеде кейде әдемі деген сәттер болады. Қоғам, қазіргі заман, адам, тағы басқа үлкен ойдағы жүріп жатқан процесс қой. Осыда көңіл толатын, өте көңіл болғанысында қиналып кететін әдемі кездер болады. Әрине. Деде өзің сыртта да бір адамдармен араласқанда да ол өзің ұстаз екенің көкейіңде тұрады. Сондықтан сол адамға, сол сұхбаттасқан адам болсын, басқа адам болсын, ол кісіге бір айту жақсы бір ой салып, тәрбие есебінде бір әңгіме айтқанды жақсы көресің ғой енді. Сенің өзіңнен ол бір нәрсе, сөзіңмен бір нәрсені ұғып, бойына өзінің тартатын болса, ол сол үлкен бақыт болып есептеме. Өзіміздің тілімізді құрметтеуден басты мәселе. Қазіргі жағдайда кей уақытта осы теледидардан көріп жатамыз ғой, неше түрлі жағдаяттар болып жатыр. Білім алып, керемет орысша, басқаша да оқып жатқандар көп. Солардың ішінде өз тілін білмей қиналған адамдарды көргенде, әттеген-ай деп жүрегім удай ашиды кәдімгідей. Ұлттық мектептегі. Осы мектептен тек қана біздің дана қазақ халқымыздың барлық жағынан иісі аңқып. Мектептен осы ұядан тек қана осы халқымыздың болашағын көркейтетін, соның белсенді мүшесі болатын, ұлтының қамын ойлайтын керемет дәрігерлер, азаматтар, ғалымдар, басқа да мамандықтар шыға берсе екен деп тілеймін. Оң сапары болсын, сәттілік болсын, студияларыңыз құтты болсын. Рахмет сұхбат бергенде. Тек деніңізге саулық берсін. Көп рахмет. Сіздер осы зейнеткерлік жасқа мектебімізден үлкен еңбек жолымен, жаңа өзіңіз айтып отырсыз, бірнеше жылдар барып тәрбиеші болып, одан кейін ұстаздық қызметті атқарған уақыт ұстазсыз. Сізден мынадай сұрақ қойғым келіп отыр. Алдыңызға қойған мақсатыңыз болды ма? Сол мақсатқа жеттім деп ойлайсыз ба? Қазіргі таңдағы ұстамдылығыңыз осы әдемі қалпыңызды ұстауыңыз не ойлайсыз? Енді мен осы мектепке 79 жылы Ақтөбе педагогикалық университетін бітіріп, сол 79 жылы мектепке орналастым. Алдыға қойған мақсат деген не ол? Аман жүрсем әйтеуір зейнеткерлікке шығып, одан қалды жанұяны көңіл бөліп деген сияқты. Одан кейін немерелер өсіп келе жатыр. Ендігі мақсатым сол немерелерімді сауатты қылу. Мақсатым сол еді, балдар жақсы тәрбиелеп, өте жақсы жанұя болу. Сол арманыма жеттім деп ойлаймын. Мен сізге мына бір Мұхаммед Мақатаевтан мына бір сөзі сізге арналғандай, осы сөзбен тәмамдасам, қолыңда емес, артыңызда шоқ қалсын. Болашақтың ошағында сіз сияқты от қалсын. Жаңа сіздің әрбір сөзіңіз от қалған есепте. Әрбір балаңызға, шәкіртіңізге үлгі өнеге болып, мақсатыма жеттім деп жатсыз ғой. Тек жүзіңізден күлкі кетпей, мақсатыңыз айқындалып, арманыңыздың үстіне армандарыңыз жалғаса берсін. Рахмет сізге.